дәурен, асатын елім, тасатын елім. Ақтоғай орта мектебінің 10 сынып курсы Мадияр Сымбат. Мен табиғатта аялы форумының жасыл мектеп номинациясы бойынша өз зерттеу жобамды ұсынамын. Бұл проекттің негізін ауылымыздан 8 шақырымдай жерде орналасқан Көлмекөл көліне арнадым. Бұл көлдің ерекшелігі өте зор. Көлмекөл бүгінде ерекше қасиеттерге ие. Көл тұзды су, және бұл тұзды суға қыс кезінде мұз мүлдем қатпайды. Аңыздарға сүйенсек, көлдің айналасын кешке қарай жаңағы аттар ториды деседі. Себебі аңыз бойынша көлден кешке қарай 2 ат шығып, сол маңды серуендеп кезеді деседі. Бұл көлдің ерекшелігі сода. Және бұл көлдің тарихы тереңде жатыр десек те болады. Ашаршылық кезінде жаңағы Ақтабан шұғылында Алқакөл сұлама уақытында халық осы Көлмекөл арқылы өз қорегін тауып күн көрген деседі. Көлдің балығы өте көп болып, сол ашаршылықтан құтқару үшін халыққа өз өнімін беріп, балығын беріп, халықты асыраған деседі. Алайда сол жылдардан кейін бұл көлде мүлдем бірде-бір халықтың көптігінен бірде-бір балық қалмады. Ауылымыздың киелі жеріне көрнекті композитор әрі түлегіміз Илья Жақанов әр келген сапарында ат басын тұрмай, бұл жерге соқпай кетпейді. Бүгінде Илья Жақановтың «Көгілдір көлме» әні халыққа арналған. Бұл ән бүгінде халық аузынан кетпей, әлі де құлақ қылышын қалдыруда. Тарихы, өз тағдыры бар. Менің әндерімнің ішінде өзіме ерекше ыстық көрінетін бір ән «Көгілдір көлме» деп аталады. Бұл менің туған жерім. Жамбыл облысы Сарысу ауданы, қазіргі Ақтоғай деген ауылдың, соның екі таудың арасындағы ауыл, сол ауылдың іргесіндегі Көлмекөл деп аталады. Сол көлдің төмендеп бара жатқан сәтіне көзім жетіп көріп тұрып, ауылым көшіп барады Көлмекөлге, алыс дейді Көлмекөлге. Алыс болса Көлмекөл жаяу алыс, Ақжар қапкүнді бар, өлмегенге деген. Баяғы Ақтабан шұбырында Анқауған сұлама кезінде елім-ай әнінің әуенімен айтылатын, осы бір шумақ елдің жүрегінде жүретін, менің де жүрегіме орныққан, жүрегім сыздап сол көлге осылай қарап тұрды. Бір уақытта толқындар қайтадан үйіріліп, айдынның бетінде ойнақ салды. Сол кезде жаңаға сынған көңілім қайта түзеліп, апырай, бұл көл суалуға тиіс емес деген сондай бір жарқын сезім келді. Алыстан ән сап, жағаңды аңсап, келгенде жатсың дір етпей. Көгілдір көлме, толқышы желге, беймаза соққан жүрек дейді. Сол жерде жүрегімен осы шумақтар төгіле берді. Бұл вальс боп шалқыды. Міне ән осылай туды. Бұл көгілдір көлмені жаңадан осы үйреніп айтам деп өздерінше жаңағы репертуарына алып жатқан Астана тобы осы жастарға көгілдір көлмені алған тілегіне шын жүректен алғысымды білдіріп, осындай қазақтың нағыз ұлттық лебі, ұлттық демі, ұлттық көркі, сыпаты, жарқын сондай осындай әндермен репертуары көріктене берсін деген тілектемін. Тарихы терең Көлмекөл ешбір адамды елеңдетпей қоймайды. Сол бұл көлге көңілі түскен адамдардың бірі мен де болдым. Осы көлді көруге өз жетекшімен бірге бардым. Көлдің жағдайы менің көңіліме өте қатты қаяу түсірді. Көл бүгінде 3 рет тартылып, 3 рет толған деседі. Алайда өз орнын тапқан. Бұл көлдің тартылған іздері жаңағы тастарда, жартастарда қалған. Бірақ мен осы Көлмекөлдің киелігін болашақта туризм саласына айналдыруды ұсынамын. Туризм саласын дамыту мақсаты ретінде Көлмекөлдің жанына үйшіктер соқтым. Бұл үйшіктерге адамдар келіп өз демалыстарын жайлы жүргізсе де болады. Бұл жерде демалыс орнына айналдыруға тағы бір себеп жаңағы қазақтың алты алаштың аңызына айналған Ділмұхамед Қонаевтың өзі де ол Көлмекөлге келіп демалған деседі. Онда бұндай киелі жерге неге көп адамдар келіп демалмасқа?
осы үйшіктерге келіп адамдар демалады. Және де бұл жерде барлығы жаңағы табиғат несіне сай құрылған, артық шығын кетпейді. Мысалы, біздің жарықтандыру жүйесін біз желден аламыз, қуат күші желден алынады. Және де егер таудың маңайына ағаштар соғатын болсақ, ағаштардың түбіндегі тамыр суды татып тұрады. Яғни бұл жерде көмегудің суы жаңағы тартылмайды, өз орнында қалады. Ал екі жаққа қатынау үшін бізде жолда көпірлер орналастырған.